Саламатсыздар ма балалар? Мен математика пәні мұғалімі Байғазина Эльвира Асқарқызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ондық бөлшектерді көбейту. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсатымыз ондық бөлшекке көбейтуді орындау. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын өткен сабақтарды еске түсірейік. Бірінші сұрағымыз: ондық бөлшек дегеніміз не? Санның бүтін бөлігі мен бөлшек бөлігі үтір арқылы ажыратылып жазылатын бөлшекті ондық бөлшек деп атаймыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі сұрақ: ондық бөлшектің бөлшек бөлігінің цифрлары не деп аталады? Ондық таңбалары. Жарайсыңдар. Жай бөлшектерді қосу мен азайту тақырыбын өткенбіз. Соған байланысты семантикалық карта берілген, тігінен тапсырмалар, көлденеңінен жауаптары берілген. Осы есептерді шығару барысында картада жасырылған сөзді табуымыз қажет. Екі бүтін жүзден 36-ға 7-ні қоссақ, 9,136. Осылай жауаптардың барлығын тапқан кезде бізде жасырылған сөз ізденіс сөзі шықты. Жарайсыңдар балалар. Енді ондық бөлшектерді көбейту ережесімен танысайық. Ең бірінші, ондық бөлшекке көбейту үшін біз үтірге назар аудармай, натурал сандарды көбейткендей көбейтуіміз қажет. Мысалы, 5,134-ті 2,6-ға бөлшектіріп баған түрінде көбейткенде балалар, ең бірінші 534-ті 26-ға көбейтеміз, натурал санды көбейткенде көбейтіп аламыз, үтірге назар аудармай. Ондық бөлшектерді көбейтудің екінші ережесі: көбейткіштерде үтірден кейін барлығы неше ондықтан ба, яғни цифрлар болса, көбейтінді де оң жағынан сонша цифрды үтірмен ажырату керек. Мысалы, 5,134-те үтірден кейін бізде 2 ондықтан ба бар, 2,6-да 1 ондықтан ба бар. Сонда барлығы қанша ондықтан бар? 3 ондықтан бар. Соңынан бастап санаймыз. 1, 2, 3. Сонда 8-дің алдына үтір қойылады. Бізде ондық бөлшегіміз 13,834 болды. Сонымен балалар, ондық бөлшекке көбейткен кезде, натурал сандарды көбейткенде үтірге назар аудармай көбейтіп аламыз. Екінші, көбейткіштерде шығады ғой нәтижесі. Екі көбейткіштерде үтірден кейінгі ондық таңбаларды санап аламыз. Шыққан көбейтінді де сонша ондық таңбаны соңынан бастап санап үтірді қоямыз. Бізде 13,834 шықты. Назар аударамыз балалар. Сандарды көбейту нәтижесінде оң жақтан санағанда үтір айыру үшін сандар жеткіліксіз болса, санның алдына қажетті нөлдерді жазуға болады. Мысалы, 0,154-ті 0,153-ге көбейтеміз. Үтірге назар аударма көбейткен кезде 154-ті 3-ге көбейтіп аламыз. 154-ті 3-ге көбейтсек 460 болады. Бірақ бізде ондық таңбалар бірінші ондық бөлшекте 3, екіншісінде 2. Барлығы 5 ондық таңба бар. Сонда соңынан бастап санаған кезде бізде 5 сан болғандықтан 0,100,462 болады. Сандар жеткіліксіз болғандықтан біз 0-мен толықтырдық. Енді осы айтылған ондық бөлшекке көбейту ережесін ескере отырып, төмендегідей
төмендегідей дискрипторды қолданамыз. Натурал сандарды көбейтуді орындайды, ондық бюджетті көбейту ережесін қолданады. Осы есептердің жұптарын үй жұмысына орындаймыз. Енді ары қаратай балалар, сендердің әрбір пікірлерің біз үшін маңызды. Сондықтан да мына сөздерді толықтырыңдар. Мен енді не істей аламын? Бүгінгі сабақ сендерге қызықты болды ма? Әлде қиын болды ма? Сол туралы өз ойларыңды жазып жіберсеңдер. Назар қойып тыңдағандарың үшін рахмет.